Бозотау районы санитар-эпидемиялық тыншылық һәм җәмгыять саламатлыгы бөлімі тарафынан район аймағында халықтың санитар-эпидемиялық тыншылығын тәминлеуде бірқанша жұмыстар әмелге асырылып келмекте. Бұлардан район аймағында 16 жасқа шекемге балаларды 13 түрлі жұқпалы кеселдіктерге қарсы шаншу бойынша режелі шаншу жұмыстары әмелге асырылады. Әмде бұл шаншу жұмыстарында вакциналардың белгіленген суықлық шынжырын сақлаған халда аймақтық емдеу профилактика мекемелерінде жеткеріп берілмекте. Район аймағындағы адамларда гельминтілерді анықлау, әмде сол жұқпалы кеселдіктерді ерте анықлау, оларға қарсы күресу бойынша 2959 адамнан құрт кеселдігіне тексеріліп, бұлардан 14 жасқа шекемге 1874 балалар тексерілген. Солардың ішінде 19 балада энтеробиоз кеселдігі, әмде 2 балада гемолипидоз кеселдігі анықланған. Анықланған құрт кеселдіктердің тарқалуын алдын алу һәмде оларды сауалдандыру бойынша районлық медицина бірлесіпесімен біргелікте іс-шаралар істеліп шығылды һәм орынлануы қадағалауға алынды. Сондай-ақ район аймағында жұқпалы кеселдіктер, туберкулез кеселдігі 5 жағдайда, өткір респиратор инфекциялары 132 жағдайда, өткір асқазан ішек кеселдіктері 6 жағдайда, созылмалы гепатит кеселдігі 15 жағдайда, әмде әртүрлі хайуандардан жарақатлану 28 жағдайда тізімге алынып, бұлардың белгіленген ошақларында профилактикалық эпидемиялық дезинфекция ілажылары өткерілді. Сондай-ақ район аймағында тізімге алынған туберкулез кеселдігінің 4 жағдайы БК+ науқастар болып, сондан біреуі 16 жасқа шекемге балаларды құрайды. 2025 жыл 5 ай давамында аса қауіпті жұқпалы кеселдіктер, сондай-ақ лишманиоз кеселдігі тізімге алынбады. Район аймағында ашық су объектілерінің тырыспай кеселдігі қозғатушыларын анықлау бойынша ашық су объектілерінен 22 су анализ тексеріліп, бактериологиялық лабораториялық көрсеткіштер бойынша оларда кеселдік қозғатушылары анықталмады. Сондай-ақ халық арасында ішімдік судың сапасын мониторинг ету мақсатында Қарақалпақ су комбинаты Бозотау район бөлімімен біргелікте район аймағындағы водопровод һәм ашық су қорларының әр айда режиграфик декарында бактериологиялық һәм химиялық көрсеткіштерге судың құрамы тексеріп келінбекте. Осы уақытқа шекем 81 анализ бактериологиялық көрсеткішке һәмде 94 анализ санитариялық-химиялық көрсеткіштерге тексерілді. Бұлардан талапқа жауап бермейтін жағдайлар анықланбады. Сондай-ақ район аймағында ашық су объектілеріне сулардың бактериологиялық патаслану дәрежесін анықлау бойынша 12 сынама алынып, бұлар сол бактериологиялық лабораторияда тексеру өткерілді.